Армысыздар, ардақты әлеумет. Тіл арнаның бүгінгі қонағы Евразия ұлттық университетінің ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, экономика ғылымының докторы, профессор Шақмаран Жүрсінбекұлы Сейіліп. Шақа, қош келдіңіз. Рахмет, ассаламу алейкум. Шақа, сіз Жезқазған жерінде туып, мектепті орысша оқыдыңыз. Кейін Ленинградқа барып, тағы да университет орысша оқыдыңыз. Орысша білім алдыңыз. Одан кейін Москвада аспирантурада тағы орысша оқыдыңыз. Сіздің бала кездегі қазақшаңыз қалай еді? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Бұл енді қызық сұрақ. Мен Жезқазғанда тудым. Сатпаев қазір қаласы, бұрында Никольский деп аталаттығын. Сол жерде бірақ қазақ мектебі болды. Сосын енді 5-6 орыс мектебі болды. Біздің әкеміз қызметкер болғаннан кейін келешектің бәрі орыс тілінде болады ғой. Тілді ұмытпассыңдар, сол орысша білім алыңдар деген нұсқа бізге айтылды. Үйде біз қазақша сөйледік. Қазақ ауылында тұрдық. Қазақшамыз жерде әжептәуір жақсы тұғын. Бірақ мектепке барғаннан кейін қазақша ұмытыла басталды, орысша көбейді. Екі тілді де жақсы білдім деп айта алмаймын. Орысша ойланатын болдым, орысша жазатын болдым. Орыс әлеміне толық кірдім. Кірдіңіз ғой мектепте. Енді қазақшам азайып қалады ғой деген күмәнмен сол қиял әкемді қинаған шығар. Маған ол кісі Ленинградта жүргенде қазақша жазады тұғын. Хат жазды ғой. Қатты. Сосын мен енді көке деп айтамыз әкемізді. Көке, сіз маған неге орысша жазбайсыз дегенде. Ай, сен орысша білесің ғой, сен қазақшаңды ұмытпа деп қазақша. Сосын енді тағы бір қызық нәрсе, төтеше араб тілін үйретіп еді. Мынау қазақтың бірінші әліппесі. Мектепте жүргенде үйретті ғой. Мектепте жүргенде үйретті. Соны біз төтенше араб тілінің кітаптарын оқып, анау кішкентай бір газеттер келетті ғой. Соны оқытып үйретті. Оның бәрі енді қазақша ғой. Бірақ орысша болып кеттік деп айтуға болар еді. Үйде қазақша сөйлестіңіздер ме? Үйде қазақша сөйлестік. Қазақша болды. Үйдегі әңгіме, отбасымыздағы әңгіме қазақша болды. Әкемен бала арасындағы әңгіме? Қазақша болды. Қазақша сөйлестіңіз, Менің әкемнің сөздеріне мен әлі күнге дейін таңғаламын. Ол кісінің қазақшасы бір татарларға, тағы бір ноғайлардың тілдері ме, бір сондай сөздерді көп айтады ол кісі. Жазба тілдің әсері шығар сол кезде, көп оқыған адамдар. Солай ма дедім, сосын мынау Құранның ішіндегі ме, сосын бір ескі кітаптарды оқиды. Олардың ішінде қазіргі біз қазақтың тілінің өзіндегі жоқ сөздерді айтады. Сонда біз айтады, мынауыңыз қай тілденіз, какой языка это, көке деп. Ол біздің көне қазақ тілі ғой деп. Сол сөздер Шағатай тілі шығар. Шағатай тілінің элементі. Енді сіз студент болған кезде, ол жерде қазақ орта болған жоқ, кәсіби тіл ретінде және білім алатын тіл ретінде орыс тілін пайдаландыңыз. Сол кезден бастап сіздің сол ортаға нағыз кірігуіңіз басталған шығар. Тілдік ортада жоқ. Енді Ленинградта оқығанда, мысалы. Ленинградта оқығанда мен енді ол жерде қиналдым. Тағы бір дискомфорт болды деп айта алмаймын. Жезқазғаннан қалай кеттім, тура сондай қалаға барған сияқтым, бірақ енді Ленинград ол жерде ерекше қала ғой. Тіл жағынан ешқандай қиыншылық көрген жоқпыз. Қазақтың балалары жиналып, енді қазақ мектебін оқыған, мынау Алматының физмат школасы бар ғой, республиканский, содан жиналған жігіттер Москва, Ленинградқа олар бір ұйым құрып, землячество деп, сол жерде бір қазақша сөздер, бір нәрселер. Енді ол жерде көбісі орысша сөйлеп жүрдік, бірақ соншама бір қазақ тіліне бет тұрдық дегендей, ондай бағана тұрған жоқ. Қазақстаннан барған студенттер өзара орыс тілінде сөйлестіңіздер ғой? Орыс тілімен де сөйлескендер бар, қазақша сөйлескендері бар. Енді мынау физмат школдың балалары бір-бірімен қазақша сөйледі. Физика-математика мектебінің балалары. Мен енді бір оларға қазір рахметімді айтам бәрлеріңе, біздің заманымыздағы оқыған жігіттерге.
олар біздің қазақ өлеңдерін үйретті. Мен енді қазақ өлеңдерін айтып барған адам емеспін мына жаққа. Ол жақта бір не қылып сағыныш пайда болып, содан бір қазақша өлең, қазақ әндеріне біз бірінші қазақ тіліне жақындауымыз сол қазақ әндерінен басталған сияқты. Жақсы. Енді ол жақты бітіргеннен кейін Москваға келіп аспирантурада оқыңыз. Ол жақта қалай болды? Ол жерде де орыс, мен енді 86 жылы түстім. Как раз сол бір бізде 86 жылдағы оқиғасы болып жатқан кез. Оқиғасы маған шамалы саяси мәселеге қарай бет бұрды. Енді экзамен тапсырғаннан кейін аспирантурада ученый совет деген болды, ғылыми советте. Ғылыми кеңесте бір-екі кісі маған сұрақ қойды. Сіз осы көзқарасыңыз қалай осы мына болып жатқан жағдайға деп. Сіз қалай жауап бердіңіз? Мен енді ол жерде кеше ғана болған жағдай, әлі толық мәлімет жоқ. Не болған біз толық білмейміз. Мен айттым, енді ол жерде официальный версия, мынау газетте оқылғандарыңыз осылай. Менің ойым, ол жерде басқа мәселе бар шығар. Анау кезіндегі право нации на самоопределение деген бар ғой. Мне кажется, перекосы в этом отношении есть деп, жаңа профессорға жауап бердім. Сол жерде қалай қабылдады? Ученый советтің адамдары қол шапалақтады. Ол кісі енді біздің мына философия жағының кафедрасының профессоры емес, физика жағының адамы болды. Сосын енді менің жетекшім сол университеттің бірінші проректоры тұғын. Бұл кісі бір жыл стажировкадан өтті, жұмысының бәрін көріп отырмыз, биыл тапсырып жатыр. Біздің бұл экзаменді неге қабылдамайық, толып жатқан саяси әңгімеге аудармайық, тікелей жұмыс жағына сұрақ қойыңыздар деп сөзді бөліп жерді. Басқа жаққа бұрып әкетті. Бұрып әкетті. Соған қарағанда енді ол жерде де бір сол тіл мәселелері, елден келіп жатқан азаматтарға әртүрлі көзқарастар бар ғой. Мен енді бірақ шындықты айту керек, Жезқазғанда жүргенде біз мектепте бір класста 4 қазақ баласы болдық. Орыстар, мұғалімдарымыз бәрі орыс болды. Соның ішінде шамалы бізге деген ерекше демейін, енді бір салқындау көзқарастарды біз сезеттігіміз. Ленинградта, Москвада мен онда ешқашан сезген жоқпын. Мен енді түрім не болса айтып тұрады ғой, кім екенімді. Онда ешқандай қысымды не қылғанды көрген жоқпын. Соғанда енді терең ойланып қарасаңыз, қоғам дамыған, білімді қоғамның ортасында жаңағы адамға деген қарым-қатынасы бәрі басқаша болу керек қой. Сондықтан Москвада, Ленинградта ешқандай бір қиыншылық көрген жоқпын. Енді ғылымдағы жазу мен мектепте оқу, сосын мақала жазуды маған орыстар үйретті деп айта аламын. Жарайды, Мәскеуден, Ленинградтан оған дау жоқ. Жақсы ғылыми ортаны көрдіңіз, жақсы ғылыми ұстаздардан тәлім алдыңыз. Оның бәрі сіздің маман ретінде қалыптасуыңызға көмегін тиді, негіз қалады. Ал енді ұлттық тұрғыдан олардың осы ұлт ретінде, ғылыми кадр ретінде не үйрендіңіз? Өзінің мәдениетін құрметтеу тұрғысынан, мәселен, орыстың тілі мен мәдениеті ол кезеңде өте жоғары деңгейде болды. Кеңес одағындағы ол кезде великий русский, ұлы орыс тілі деген сөз жаппай қолданылатын заман ғой. Солай, сол заман. Енді мен мынау ғылыми орда ғой енді. Ол жерде бір шовинизм сияқты нәрсені сезген жоқпын. Бірдей қарады деп айтуға болады. Қазір біз тәуелсіздік алды бөлініп кеткеннің өзімнің енді туған университетім ғой. Сол жерге барғанда оларға тікелей үстінен деректі бір нелер берген сияқты. Бұлар басқа елдің азаматтары. Бұларға көп нәрсені айтуға, көрсетуге болмайды деген бір құпия дүниелерді. Ол заманда енді бір мемлекетпіз ғой. Онда құпия дүние болған жоқ. Бір үлкен құпия
документтерге бәріне араластық. Сіз орыс мектебінде оқып, орыс тілін үздік жетік оқыған, біліп барған студентсіз. Аспирант кезіңізде де солай болды. Ленинградта оқып, орысшаңыз одан да жетілдірдіңіз дегендей, тілдік ортада жүріп. Мүмкін сізге орыс тілін жетік білгеннен, орыс мәдениетінен жақсы хабардар болғаннан сондай көзқарас болған шығар. Ал енді орыс тіліне шорқақтау, орыс тілі әлсіздеу студенттерге көзқарас қалай еді ол кезде? Енді ондай басымыздан бір оқиға өтті. Талдықорғанда қазір үлкен дипломат болып жұмыс істейді. Енді атын айтпай қойын, бірақ ертең біздің канал тыңдағанда ол түсірер мен туралы айтып отыр деп. Екінші курста бір жігітті аты Асқар алтыда отчислениеге жіберді. Енді соншама ол қазақтың бет-әлпеті қазақ бала, бірақ сабақ өте төмен болды. Үлгерім ба? Үлгерім. Содан кейін қандай мамандық? Енді сол менің факультетім инженер электросвязи екеумізде. Сонда анау приказ беріледі, бұйрық бергенде тілі бұның языковой барьері бар деген бір нені жазыпты. Сосын мен күлдім, Асқар, сен қазақша сөйлемейсің, орысша жақсы сөйлейтін адам. Сені бұлар неге тіл білмейді, оқу қиын, сол мәселемен бұл сабақтан шығарып жатыр деп мен қылған. Енді ол да бір саясат болар, бірақ ауылдан келген балалар қиналды. Жақсы. Қиналды, жаттады деуге болады, философия, тарих жағынан олар енді өте қиналды. Негізі мен бір қуанышты нәрсе, оны халыққа айтуымыз керек. Қазақ екі тілді білгені ол қабілеті мықтылықтан. Қай қазақ болса да екі тілді қазір бізде сөйлейді. Енді сол заманда біздің ағаларымыз Алматыға барғанда қазақ мектебін бітірген. Экзаменді қазақша изложение деме, сочинение деген нәрселер бар. Мазмұндама, шығарма деген. Соның бәрін орысша жазады, оны тапсырса өтеді, түседі. Университетке кірісімен бәрі орысша. Бір қазақ пән болған жоқ қой. Ал енді Шаха осы жерден сұрақ туындайды. Ол кеңестік дәуірде біздің Қазақстанда оқыған қазақ балалары университетке барғанда орыс тілінен шығарма жазғанда, мазмұндама жазғанда еш кедергісіз жазып оқуға түсіп жататын. Иә, түсе алмайтындар да қиындық. Небір математикадан есеп жақсы шығаратын балалар орыс тілінен құлап қалып жатқан жағдайлар болды. Ал енді бүгінгі қазақ баласы, Қазақстанда сіздер оқытып жатқан университетте барып, осы қазақ университетке барған кезде олардың алдынан тілдік кедергі шығуы мүмкін ба? Қазір тілдік кедергі жоқ шығар. Бұл тілдің қиындығы мен қазір өзім декан болғаннан кейін көріп отырмын. Университетке барғанда бір қазақ мұғалімдер мен қазақ группасына сабақ берейінші деп сұранады. Біз енді бір пәнді қазақша, бір сол пәнді орысша оқиды ғой, енді бір адам оқыса дұрыс қой деп. Жоқ, мен қазақша шыншы оқиыншы деп сұрады. Сонда мен, бұлардың дұрыс емес, сіз пәнді білесіз. Тіл қай тілде болса да предметті білгеннен кейін жеңіл болады ғой деп, соны айтып, не қылып, енді берді, енді 4 жылдай декан болып қызмет жасап қойдым ғой. Сонда қарап отырсам, қазақ группасының ішіндегі адамға деген қарым-қатынас, адамға группаның ішіндегі бір аура дейміз ғой, бөлек. Қазір біздің қазақ группасы дейміз, қазақтар, орысша сөйлейтін қазақтар отыр. Орыс группасында. Қазақ группасында қазақтар отыр, толық қазақша. Екі группаның ішіндегі аура екі түрлі. Қазақ группасы бір-біріне көмекшіл, бір-біріне жақын, бір семья сияқты оқу процесс жүреді. Мына жақта индивидуализм көп, қаттылау, бір-біріне талас бар ма, бір-бірінен жасыру, сондайды көзіме елестедім, соны көрдім. Бұл енді екі мәдениеттің ерекшелігі ғой сіздің айтып отырғаныңыз. Екі тілде білім алғанның, екі тілде тәрбие алғанның ерекшелігін сіз педагог, ғалым, профессор ретінде көріп
дұрыс қой сонда. Ол солай екен. Оны зерттеуге де болады шығар. зерттеуге Бірақ болады. біздің қазақтың Шақа жаңағы әңгімемізді ары қарай өрбітейік. Сіз Ленинградта білім алып, Мәскеуде одан кейін аспирантураны бітіріп, елге оралдыңыз. иә, Одан кейін немен айналыстыңыз? елге келіп Инженер байланыс бір саласының жылдай, инженері жарым ретінде. жылдай Алматының энергетический университетінен кеткенмін. Сол жерге келіп қорғап, біткеннен кейін сол жерде бір жарым жылдай жұмыс істедім. Одан кейін бір диплом қорғау болады ғой. Иә, Сол жерлерде бір жұмыстарымды көріп, министрлік мен жұмысқа шақырды. министрлікке Содан келдіңіз. министрлікке барып, 2 күн жұмыс істеп, 3-ші күні мыналарың бір кабинеттен бір кабинетке ауыстырған сияқты болайын деп тұр ғой деп, министрге кіріп, мен сіз производствоға жіберіңіз. Алматының телефон торабының технический директоры қылып мені қылды қойды. Өндіріске кеттіңіз. Өндіріске барып, сол жерде біраз жұмыс істедік. Енді ол өндірісті айтып отқаным, қазір ол жерде ешқандай қазақ тілі жоқ. Жоқ болатын, иә, бұрын. Қазір бар ма? Қазір енді біз мұны Қазақ Телекомның жүйесі ғой енді, ол мен Иә. кеткенде оны сосын Қазақ Телеком қылды. Сонда мынау дело производства. Иә, Бәрі бірінші национальный компания қазақша дело производствоны бастан Қазақ Телеком. Сіз сол өзіңіз айтып отырған кейін Қазақ Телекомның басшысы болдыңыз, басқардыңыз. Иә. Өзіңіз басқарған жылдарда сол жерде қазақ тілінің қолданылуына, қазақ тілінде іс-қағаз жүргізуге өзіңіз мән бердіңіз ба? Мен енді ол жерде ондай оған ол заман басқалау тұғын әлі. 90 жылдар ғой. Иә, 97 жылдары. 97 жылы, иә, ол тәуелсіздік кезеңі. Иә. Ол жерде енді шын болса да айтайық, мынау телевидение жағына да біз қарастырдық қой. Телевидение төмендеп кетті, программалар азайып қалды, сетка вещание деген төмендеп кетті. Сол кездерде де қазақ аудиториясы әлі дайын емес деген сөзді үлкен лауазым адамдардың аузынан естідік. Қазақ аудиториясы неге дайын болмады сонда? Сіз қазақша берілген ақпаратты қабылдауға ма? Енді мынау программамыз, телевизион программаның өзі бір 100%-ін қарасаңыз, соның бір 10%-і ғана қазақша берілген шығар басында. Содан кейін Алтынбек Сәрсенбаев министр болды, 50%-ке дейін жеткіземіз деп жеткізді, заңды шығарды. Ол 50% түнде берілетін болды. Адам көретін уақытта бәрі орысша, адам ұйықтап отқанда қазақша программаны. И бір күнде 24 прайм-тайм уақыттың бәрін орыстарға беріп қойды. тіліндегі Сондай бір бағдарламаларға беріп, кезең болды. Енді оған басшылар да реклама деген сөз болды, табыс деген сөз болды, бірақ аудитория дайын емес деген сөздерді мен аудитория қалың қазақ отырып қалай дайын болмауы мүмкін? дайын емес деген сөздерді көп айтты. Ол түсініксіз. Енді мен Оны кім айтты, қалай айтты және? енді Аудитория дайын емес деген ол сөз. кісілердің аттарында айтайық. Енді Дарга Нұрсұлтановна хабарда директор болды ғой. Сол кезде мен ана Көктөбенің генеральный директор болдым. Алматыға передача беріледі. Сол жаңағы қисық передачалардың бәрі күндіз орысша беріледі. Түнгі кешке толып жатқан концерттерді қойып қоятын. Толып жатқан бір концерттерді қойып қояды. Ешқандай қазақша передача түсірілмейді де. Ана уақытты толтыру үшін беріп қояды. Солай, иә. Заңды орындап жатырмыз деген. Бірақ ол ел жатқан уақытта. Иә. Сонда біраз қатты әңгімелерге бардық. Ең қызық жері осы жаққа. Біз сіздер ол жерден басқарып отырған қазақтың азаматтары, оқыған білімді азаматтар, сол елде отырып, техника саласында, жаңа Қазақ Телекомда осы қазақша хабарлардың таратылуын көріп отырсыздар. Олардың қай уақытқа қойылып жатқанын көріп отырсыздар. Сол жерде Қазақ Телекомның ішінде, соны басқарып отырған басшылардың арасында, азаматтардың ішінен мынау дұрыс емес, қазақ тіліндегі бағдарламаларды ел көретін уақытқа қояйық деген адамдар болды ма? Енді Қазақ Телеком мынау телефон торабы жақ, ол орысшалау болып кетті, ол технарлары в основном. Қазтелерадио деген, ол жаңағы телевидениеге, радиоға қатысы бар жүйе ғой. Қазақ Телекомда хабар таратылатын. Мынау телеком жағында қазақша ешқандай болған жоқ. Беріде бір шамалы жаңағы дело производства басталып, оның қазірде енді қазақ тілі соншама бір керек тіл
ол жерде деп мен айта алмаймын. Көбісі міне осыны айтыңызшы. технарлар кетіп жатыр, Иә, сол иә. өз несімен жүйемен орысша жүріп жатыр ол. Шаха, біздің гуманитарлық салаларда, гуманитарлық ғылымдар саласында қазақша білетін, қазақша ойлайтын, жазатын, ол саланы сала маман ретінде дамытып жатқан мамандар азды көпті бар. Бар, шүкір, иә. Ал енді біздің осы ең бір қиын жағы осы техника саласындағы мамандардың жетіспеушілігі, қазақ тілді мамандардың. Енді Қазақ Телекомның басқарған адам ретінде қазірде ол саламен сіз тікелей байланысыңыз бар. Бар. Қазіргі жағдай қалай, жалпы қазақ тілі сол жерде, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, ол жерге қажеттілігі көрініп тұрған жоқ деп. Бұл салада қазақ тілі қашан қажет болады және ол қажет бола ма? Бұны енді екі жағын қарау керек. Қазақ Телекомның ол техниканы мен жұмыс істеп отқан кәсіби адамдар, ол орыс тілімен, ағылшын тілімен қалатын сияқты. Енді Қазақ Телеком өздерінің клиентімен, абонентімен сөйлесетін жағына қазақша тіл кіріп жатыр. Фронт офис, бэк офис дейді ғой. Иә, ол ана көпшілікпен жұмыс істейтін халықпен жағына. жұмыс істейтін жағына кіріп жатыр. Иә, ол бірақ енді шамалы Қызмет көрсету жағы. Қызмет көрсету жағы, дұрыс айтасыз. Шамалы ғана бір енді сұраныс болғаннан кейін ғана істеліп жатқан істер. Ол жерге қазақ тілі бір өзінің керек, пайдалы деп кіріп жатыр деп айта алмаймын. Сұраныс болғаннан кейін ғана компанияның істеп отқан оның себебі саясаты. Сол салада техника саласына осы маманданған қазақ тілін сол салада қолданылатын білікті мамандардың дайындалмай жатқанында емес па? Ол олай емес шығар. Енді бұл бизнес қой. Бизнес болғаннан кейін ол жерде сұраныс бәрін шешеді. Сұраныс болғаннан кейін ол Қытай тілден сұраныс болса, Қытай тілінде сіз мәжбүр боласыз сөйлеуге. Москваның, Санкт-Петербургтың аэропортына барсаңыз, қытайша сізге объявление беріледі, қытайша плакаттар жазылып тұр. Ол сұранысқа бизнестің сондай бір нәрсе өзі бір қасиеті бар. Оның толық келісем, сұраныс жаңа ұсыныс туғызатын, ол экономиканың заңы. Менің айтайын деп тұрғаным былай. Жаңа сіз өзіңіз жақсы айттыңыз. Мәселен, сол техника саласында, Қазақ Телеком саласында мына қызмет көрсету жағында қазақша бар, өйткені сұраныс халық, қазақ тілді халық бар, қазақ тілділердің саны артып келе жатыр, олардың талабы бар. Ал енді техника қызмет көрсететін мамандар саласында ол қажеттілік көрінбей тұр дейсіз да? Көрінбей тұр деп тұрсыз. Енді осы жерде көрінбей тұрса, біз соны көрсету үшін сол саланы, мысалы, өзіңіз басқарып отырған факультеттің, ақпараттық технология факультеті, сол жерде радиотехника, байланыс саласының мамандарын дайындайтын шығарсыздар. Иә, бәрін дайындаймыз. Қазақ бөлімі бар. Бар. Солардың оқулықтары, солардың терминдері, солардың кәсіби тілі қалыптасып жатыр ма? Сіз соны тікелей басқарып отырсыз. Енді олар өсіп шықпай ол жерге ертең қазақша сөйлейтін маманды біз қазір жоқ болса қайдан апарамыз? Дұрыс айтасыз, иә. Екі кезең бар. Иә. Осы жер ең маңызды жер. Мынау терминология жағынан. Иә. Кітапты жазу. Енді бүгінгі күнге дейін келген біздің ғалымдардың бәрі орыс кітаптармен, орыс первоисточниктермен жұмыс жасап, орысша оқып, оны қазақша аударуға тәрбиеленген. Сондай несі бар, опыттар бар адамдар. Тәжірибесі бар, иә. Тәжірибелері бар. Енді қазіргі келіп жатқан жастар, олар орыс тілін білмеген, ағылшын тілді жетік білетін, қазақша тілді жетік білетін мамандар. Солардан менің үмітім көбірек. Өйткені олар тікелей первоисточниктен алып, орысшаға аударып, оны қазақшаға аударып, өйтіп жатпай, тікелей аударатын қабілеті бар адамдар пайда болып келеді. Ол бір қуаныш жағдай. Енді орысша аударғандар тікелей көп нәрсені екі пример айтайық. Интернет деген сөзді. Біз қырғызды, өзбекті, орысты, башқұрды, түрікті, осы түркітілдес халықтардың бәрі интернет деп қалдырған. Ешкім оған дау шығарып, оны басқаша жазғысы келіп отқан. Қазақтар алды да оны ғаламтор деді. Сосын мен енді факультетке айтмай, бәрі ан жаққа қарай кетіп бара жатқан, мынаны біз ерекше жазғанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, бірінші. Екінші, IP адрес деген бар. Енді қазір
әр адам осы цифрлық әлем болғаннан кейін IP адрес деген. Біздікілер алды оны IP мекен жай деп переводтады, аударды. Ол екеуі екі түрлі нәрсе. Бағдарлама, программирование деген сөз бар. Ол түпкі сөзі программирование, орыстар программирование, біздер алдық оны бағдарлама дедік. Программа. Бүгінгі бізде отырғанымыз бағдарлама. EVM-нің программированиесі ол басқа. Сондай бізде түпкі сөзді түсінгендер жақсы переводтап жасап жатыр. Ағылшын тілден қазақ тілге тікелей. Ағылшын тілден орысшасына барып, одан кейін қайттан қазақшаға аударғанда бір шамалы біз олқылықты көріп отырық. Сосын енді мынау hard soft skills деген бар. Аппаратное обеспечение, программное обеспечение дейді. Программалық қамтамасыз ету. Соны біздің қыздар алыпты да хардты, қатты диск деп жүр ғой. Хард диск деген бар ғой. Анау софтыны жұмсақ. Сосын мен айтмай, ол мәселені бермейтін нәрсе ғой, сендер қалай переводтайсың? Көбісі сол біздің технарлар енді өздері аударғанда анау мағынасын жеткізетін сөздер табу керек. Не? Ол сөздерді көп аударып, ертең кітап жазғанда, оны қазақша жазылған кітапты мен әлі көрген жоқпын. Отырып, қазақша ойланып, қазақша технический бір кітап шығарған адам әлі көрілген жоқ. Бәрі аударма. Аудармаға келгенде сондай бір олқылықтар бар. Оған көңіліміз толмайды. Енді осы салада филологтар, мамандар бірігіп жұмыс істеу керек деп. Мен енді өз басымдағы тағдырымдағы нәрсемді айтып отырмын. Халыққа орыс тілін оқығанда біз мынау состав предложений деген болды ғой. Подлежащий, скалмозуемый деген. Мен енді орыс мектебінде құрылымы сөйлемнің. Соны түсінбейді. Подлежащий дегенді ойлап қойған. Не ол? Подлежит. Что подлежит? Чему? Сказуемое. Оның мағыналары дұрыс. Енді Байтұрсынов оны аударғанда бастауыш. Бастауыш, баяндауыш деп аударды. Баяндауыш. Ол қазақ баласына түсінуге, образный восприятиеге өте жеңіл. Сондай переводтар болса деп біз IT салада... Жақсы айтып отырсыз, көрдіңіз ба? Өзіңіз келтіріп отырған мысалды мен сізге айтқым келіп тұр. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың тілінде жақсы біледі. Және өзі сабақ беріп отырған, зерттеп отырған пәнді жақсы біліп отыр, ғылым саласын, лингвистиканы. Сондықтан ұғымды дөп басып айтып отыр. Бүгінгі біздің мәселе қазақтың тілінде емес, өзінің пәнін, өзінің ғылымын, кәсібін жақсы білгенмен, тілді жақсы меңгермегендіктен сол ұғымдар жүйесін, мәселен жаңа инженерлер өзінің технарлар өзінің техника саласында жаңа түрлі біздің тілімізбен айтқан темір терсектің арасында қарым қатынасты жақсы біледі, бірақ тілді жақсы білмегеннен кейін соны қазақша сөйлете алмай отырған жоқ па? Ол да бар шығар. Ол да бар шығар. Сен өзің білген нәрсені енді қазақтың тілімен қазаққа жеткізетіндей қылып айту керек қой. Енді осы жерден жасы терминологияға мәселе тіреліп тұр деп айтып отырсыз ғой. Терминология біз енді сол саланы зерттеген маман болғандықтан ол терминді ұлттың жалпы кез келген ғылымның саласын белгілі бір тілде, кез келген халықтың тілінде сөйлетуге болады. Ғалымдардың зерттеу бойынша, лингвист ғалымдардың айтты. Бірақ оны ол қажеттілік қаншалықты оған бар, және соны жаңағы отырған мамандар соны сөйлеткісі келе ме, келмей ме деген сұрақ туындайды. Біздің мәселе, туындап тұрған мәселеміз, соны сөйлетуге өзіміз онша құлықты емес, біз жалпы дайын нәрсені алып тұтына бергенге бейімдеу сияқты емеспіз ба? Енді мен бәр салаға, бәр қазақ тіліне жауап бере алмаймын ғой. Мен қазақ тілін қолданатын адам деп өзімді түсінем. Сондықтан бұл тіл бізді біріктіру керек. Әрине. IT әлемі енді ол қазақ әлемі емес, орыс әлемі емес, ол Америкадан шығып жатқан терминдер. Сондықтан біздің мұғалімдар кейбірде бір соны қазақшалаумен мағынасын жоғалтып ала ма деген күмән бар. Бір, екінші, мынау IT әлемінде граница жоқ деп қазір айтып жатырмыз.
инженерлер түрікпен сөйлес, орыспен сөйлес, ағылшынмен сөйлес, терминдер бір болатын болса, тез сөйленеді. Соның ішінде бір ақылмен істелетін нәрселер бар. Бәрін қазақшалап кетпейік, бәрін ағылшындырып қалдырмайық. Бір таяуда Диқан Қамзабекұлымен кездескенде бір әңгіме болды. Функция деген сөз. Қызметте жүрген. Иә, математикадағы функцияны айтайық. Иә, ол орыстың сөзі емес қой енді. Ол қазақ сөзіне, қазақ мектебінен 70 жыл бойы функция деп кірді. Оның бірінші түп сөзі function, ағылшын сөз. Бұл жерде енді тағы біздің оңға тартатындар ойбай ол functionды құртайық та, функцияны алып тастайық та, оны бір-екі үлкен апаларымызға айтайық, ағылшынша мынаны қалай естисіз деп. Сосын functionды function деп айтса, келешекте функция деген сөзі function деп кетейік деген ұсыныстарды айтқанда мен айттым. Бәрі бітіп енді осы сөздерді өзгерту ғана қалды ма? Жаңа сөздер, жаңа нелерді жасауға болады шығар. Самаурын деген сөзіңіз. Самаурын қазақтың сөзі, е? Түбі бірақ самавар. Жап-жақсы сөз шықты ғой. Сондай сөздерді шығарса, ол енді мамандар бірге отырып, бұмен бір терең шұғылдану керек сияқты. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Сіз енді IT саласын туралы мамансыз, осы саланың оңғыл-шұңғылын терең білетін мамандардың бірісіз. Жаңа өзіңіз айтып отырған осы IT саласының терминдерін біздің түрік ағайындарды жасады. Иә. Сонау 70-ші жылдардан бастап түріктің профессоры бар, IT саласының профессор Айдын Көксал деген. Иә. Сол сөздер бастап сөздік жасады. Мәселен, компьютерді біз аударуға болмайды. Бұл енді бұны жасаған басқалар, ағылшындар, олардың тілінде бұл сөз тұр. Қазақтар оған басқа тырысыңдар дегенде 80 миллион түрік сол жаңағы айтып отырған Айдын Көксалдар оны білгісайар деп аударып қойды. Иә. Ондай сол білгісайар осы компьютер саласының терминологиялық сөздігін жасады, соның ішінде тұнып тұрған түрікше сөздер көп өте. Бар. Ал енді осы тұрғыдан келетін болсақ, онда түріктер қателесіп тұр ма? Жоқ, біз соны аударғанда түрік әлеміне де қарайық, орыс әлеміне де қарайық, сосын түп сөзіне қарайық, сосын қай сөз бізге дұрыс келеді, мағынасы. Сол сөзді қабылдауға болады. Енді бұл тұрғыдан келгенде өзіңіз жаңа сілтеме жасап отырған Ахмет Байтұрсынұлы айтады. Иә. Біз сөзді, терминді іздегенде, қай саланың терминін іздесек те, алдымен өз тілімізде жасайық дейді. Иә. Өзіміздің тілімізден сөз табылмай жатса, ондай ғылыми ұғымды жеткізе алмай жатсақ, онда туысқан түрік тілдерінен алайық дейді. Енді ол түрік тілдері деген өзбек, қырғыз, түрік, Әзербайжан, татар, башқұрт деген сияқты осы тілдерден алайық дейді. Иә. Енді бүгін бұл ұстаным олардың. Бүгінгі біздің ғалымдар, оқығандар, білімділер, көп тіл білетін ғалымдар неге осы ұстанымды ұстағысы келмейді? Неге біз түрік тілдерінен көп іздемейміз? Неге ағылшын, кеше орыс тіліне көп жүгінетін едік? Енді қазір ағылшын тіліне жүгінетін болдық. Осының қандай себебі бар? Енді жаңағы сұрақ кімге қарап бет аламыз дегендей, иә? Орысқа ма, ағылшынға ма, түрікке ма? Қазақ өзіне өзі қарап ойлану керек. Сондықтан кімде түрік әлемінде жақсы сөз болса, біздің мағынасы бізге толық жететін. Енді мынау экономический интеграция деген бар ғой. Ол тек қана өз тіліңді дамытып, ертең бір кішкентай қоғам болып қалмаймыз. Экономика болғанда, технология болғанда дамиды. Оның ішінде көп сөздер кіруіне мүмкін. Ол қай әлемнен келеді? Енді біз қайда барсақ та түрік әлемінен қашып құтылмаймыз, орыс әлемінен қашып құтылмаймыз, ағылшын әлемінен қашып құтылмаймыз. Олар біздің жан-жағымызда тұрған. Әрқайсысынан қарап, соған бір керегінше алсақ дұрыс бола ма деген ой бар. Шақа, мынандай нәрсе сұрағым келіп отыр. Жаңа сіз айттыңыз, қазір қазақ балалары осы техника саласына, инженерияға көп келіп жатыр мамандануға. Иә. Өзіңіз сол мамандарды тәрбиелеп жатырсыздар. Иә. Өзіңіз сіздің факультет бас болып, мәселен, IT саласының мамандарын. Қазір қазақ бөлімдері көп па, сіздерде орыс бөлімдері көп па? Қазақ бөлімі көп, енді 4 группа болса, соның біреуі орыс, қалғаны. Үшеуі қазақ бөлімдері. Үшеуі қазақ. Бұл тамаша. Енді міне бізде негіз бар. Ертең Қазақ Телекомға барса, ертең IT саласына барса, инженерия басқа салаға барса да, осы жерден қазақша оқып шығып, сіздер олар жақсы оқытып, терминологияны меңгертіп, бастарына білімді құйып бергеннен кейін олар сол салаға барып, ол саланы қазақша сөйлетуге
негіз қалайтын тура осы мамандар. Және ол мамандар дайындап шығады. Сіздер. Иә. Енді осы жерде қазақша біріншіден осы балаларды оқытатын, жаңағы өзіңіз айтып отырған терминологияда мәселе бар дейсіз, терминологиялық сөздіктер. Екіншіден қазақ тіліндегі сапалы оқулықтар бар ма? Жеткілікті ма? Техника Енді біз мынау университетте шамалы табысқа қарай қызықты алғаннан кейін қазақша кім біледі, енді сен барып аудитория сабақ оқи бер деген нұсқау пайда болды. IELTS тапсыратын сияқты қазақша мен сөйлеп отырмын. Мен енді қазақша сабақ IT саласында бере аламын деп айта алмаймын. Ешкім терминология жоқ. Оның сабақ бергенде орыс тіліне ауысып кетесің. Көп мұғалімдер солай болып бастады. Бірақ қазір жұмыс жасалып жатыр. Бұл жерде бір жүйеге келтіретін нәрсе оқулықты түзулеп жазу керек. Сол оқулықтар қаншалықты бар? Ол менің жазған оқулығым, ол сіз көрген жоқсыз. Сіздің жазғаныңызды мен көрген жоқпын. Біз кто в лес, кто по дрова деген орыстың сөзі бар, солай перевод жүріп жатыр. Оны жүйелеп, бір қарап, сапаға, мынау дұрыс емес қой, мынау переводны біз ғылыми кеңестерде қараймын, кейбір сөздердің өзі менің қазақша толық технически білмейтін адамның өзіне де күмән туғызады. Бұлай дұрыс па, дұрыс емес па деп. Соған бір жүйеге келтіріп жатырмыз, бірақ ғалымдар әлі бір-бірімен араласып, бір устоявшийся термин дейді ғой, бір сонда қабылдау керек. Сондан кейін сосын осылай енді бәріміз қолданайық деп. Әрқайсы бір шамалы азаған жарыс пайда болған сияқты болды. Сосын мен бәріне айтып тоқтаңдар. Сенде мен жазған нәрсем, сіз қараңыз, сенікі, мен қарай. Сосын бір жүйеге келтіретін нәрсені өзіміз факультет ішінде жасап алайық. Сыртқа бармайық қойып. Шақа осыны кешеуілдетпей шұғыл түрде шешу керек сияқты. Өйткені сіз жаңа айттыңыз 4 топтың 3-еуі қазақ топтары оқып жатыр. Енді ғалымдар өздерімен өздері келісе алмай, әлі оқулықтың терминдерін бірінің жасаған термин екіншісін мойындамай, сіздер бастаған мамандар, технарлар терминологияны орнықтыра алмай жатса, сіздерден білім алып жатқан мамандар қазақша қалай айтып, сіздің айтқаныңызды тыңдай ма жоқ әлде? Сізбен ана жерде отырған ертең басқа пікір Алтынбек Шәріпбаев профессор басқа айтса, ол кісіні тыңдай ма, или тағы да бір 3-4 профессор тыңдай ма? Сондықтан бұны бір жолға қойса, онда білім сапасы артады ғой деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Соған біз жұмыс жасап жатырмыз. Мынау түркі әлемімен де жаңа Шәріпбаев түркі әлемінде қарап отыр. Қазір Қытаймен, ұйғырлардан келіп кетті. Олар да уже біраз дүние жасап қойған екен. Соның бәрін жүйеге келтіріп, үлкен енді мынау қазір искусственный интеллект төңірегінде үлкен программа шықты ғой. Соған терминдер түзу керек қой. Соған жұмыс жасалып жатыр, бірақ бұған тікелей бір үкіметтің де көзқарасы. Бұл енді частный инициатива сияқты көбісі нәрсе ғой, ғалымдармен бір-бірімен келісіп. Біз бір факультеттің өзі жаңағы программированияны Шәріпбаев бізде айтады, программалау деп қалдырайық деп. Мен де айттым, мынауыңыз дұрыс екен. Біреу басқа екі профессор жоқ, біз бағдарлама деп жазып жатырмыз. Енді оны ортақ. Соны ортағына бір документ ретінде, стандарт ретінде қабылданатын бір жүйелер керек. Өйткені уже программалау деген түзу екен, бәріміз көзіміз жетіп отыр. Енді сіздер ұзақ талқылап жүре беруге болмайды, өйткені жүйеге түсірмесек, оның зардабы студенттерге тиеді ғой. Екінші енді мына бұл сұрағыңызға рахмет. Мен енді қазір бұл сұрақты бұл жүйеге келтіру үкіметтен көмек сұрап, аспанға қарап кім деген емес, өзіміз факультеттің несімен, ғылыми кеңесімен бекітіп, осы терминдерді бәріне таратып жерсек, осыны қабылдаңыздар деп. 4-5 университетті біріктіріп, оны жасауға болатын нәрсе. Әбден болады ғой, енді сіздер осы жерде білікті, жаңа Алтынбек Шәріпбаев сияқты, өзіңіз сияқты елге танымал мамандар отыр осында. Сіздер Қазақстандағы Казгу-дегі, басқа университеттегі жаңа өзіңіз төлеп ұшқан энергетика институты бар. Сондағы мамандардың бәрін жақсы білесіздер, басқа жердегі IT университетте жақсы. Неге бірлесіп осыны жасау керек шығар, дұрыс айтасыз. Керек шығар емес, ол өте керек деп ойлаймыз. Бұл тіпті енді қазір 30 жылдан асты енді біз. Енді қазір жаңағы балалар оқып жатыр ғой. Оларға енді біз жүйелеп бермесек, термин бірізге түспесе, ертең олар қалай оқиды? Бұны енді мынау патриоттық сезіммен, жауапкершілік бойымызға алып бәрін жасауымызға болады. Бастап. Бірақ бұған
министрліктен де бір грант берілу керек шығар. Өйткені адам бұл жұмыс жасағаннан кейін үлкен жауапкершілік жұмыс. Енді сол грант оған шамалы берулеріңізге грантқа заявка беріп, содан бір болады ғой. табыс алып, жауапкершілікті сол мойнына грант тақырып ретінде беріп, иә, соған сөйтуге кіріссеңіздер, болады бұл өте қажет нәрсе деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Кірісейік. Жақсы. Енді менің түсінгенім сіздің сөзіңізден қазір жаңа мамандар, қазақ тілді мамандар техника саласының сол дәріс оқуға, сапалы сабақ беруге әлі толық жете қоймаған деген әңгіме айтып отырсыз. Біздің терминологиялық сөздіктеріміз әлі бір жүйеге түсе қоймаған. Оны жаңа анық нәрсе, ол бізге де белгілі. Үшіншіден, оқулықтардың сапасы мен саны. Олар сол оқып жатқан студенттің бәріміз қазақ тіліндегі сапалы оқулықпен қамтамасыз етіп отырмыз деп айтуға ерте сияқты. Оқулықты жазу деген сол саланы сен толық біліп, жетіп, түсініп, ол монография жазу бөлек ол, бір проблема. Оқулық жазу ол басқа проблема. Сондай жүйе мен әлі университеттерден көрген жоқпын. УМО деген бар. Енді оны бір сапалы дүниеге маман ретінде бір 4-5 мұғалім жазып жүр бізде. Сол предметті, сол саланы толық білетіндер. Енді білмейтіндер де жазып, аударып жатыр. Олардікі де шамалы мусор шығып атқан сияқты, бірақ айтуы шыға берсін дегендей. Сапасына толық мен қазір көңілім толады деп айтамаймын. Сапа жағына қарауымыз керек. Енді мен таяуда Курсераны переводтады ғой осы. Кім переводтады деп мен сұраймын. Қаншама ағылшын нелерді, оның ішінде тек қана айт емес, әр сала бар ғой. Переводтаған бір группа бар. Солардың бәрінің басы қосылды, оларға ақша бөлінді, соның енді бір-бірлерімен араласып бір терминдер шығып жатса, словарлар, ол дұрыс болар еді. Соны бір стандарт ретінде, сосын қолданайық енді. Дауласа бермейік енді, осымен тоқтайық деп. Бұны бір жүйеге түсіру керек, сосын жаңа мамандардың да қазақша сабақ беретін мамандарды да біз қалыптастырмасақ, онда қазақ тілді мамандарды дайындап шығу бізге бір жолға түспейтін анық. Ал енді бұл терминология, ғылым саласындағы жаңа проблемалар жақсы ашық айттыңыз, оған рахмет. Сіз осы бірнеше мына цифрландыруға байланысты халықаралық симпозиумдар, конференциялар өткізіп, Ресеймен, шет елдермен үнемі байланысшы белсенді жұмыс істеп жүретін маман ретінде сізді жақсы танимыз. Біз бір үлкен симпозиумдарыңызға да қатысқан жағдайымыз бар. Осы тілді, ғылымның тілін, оның ішінде IT саласының тілін, ағылшындардікі қалыптасқан, орыстардікі қалыптасқан, біздің тілімізді, біздің жаңа терминологиямызды, басқа да терминнен басқа да сол саланың өзінің қалыптасқан жаңа шаблондары, тілдері, сөз тіркестері бәрі болу керек қой. Өзінің ғылыми, сол саланың стилі, мета тілі. Соны қалыптастыруға сіздерде университет, факультет бір жұмыстар жасап жатыр ма? Жұмыс жасалып жатыр. Сол туралы айтыңызшы. Мынау мен енді осы жаңа проблемаларды көргеннен кейін, біз тек қана өзіміз орысқа қарап отырып переводтамайық бұны. Көршілес еді, қалай аналар перевод, қандай термин шықты екен, түрік әлемінде деп үлкен консорциум құрдық. 5-6 университеттерді шақырдық, олармен келістік, бір терминді талқылайтын организация «Тюркский государств» деген бар ғой. Соның, оның ішінде орыстардан, Түрксой емес, ОТГ деген бар, организация «Тюркский государств». Экономический бір ұйым болды ғой. Соның ішінде енді интеграция... Түркі мемлекеттерінің ұйымы. Экономикада тілге апарып тіреледі ғой. Сондықтан олардың бәрі дайын. Қазір осы заявканы орыс мемлекетіне бердік. Орысты қада айтқанымыз сол. Сіздер де сандырақтап өздеріңіз жалғыз перевод тұрмаңыздар. Сіздер де бізден қараңыздар. Сонда бірігетін, бізді біріктіретін общий тілдер пайда болар. Оларды қарастырып жатыр. Бір жақсы үлкен программа болып қалады деп ойлаймыз. Бір-бірімізбен. Мен үлкенмін, сен кішісің, сен білімдісің, мен білімсізбін деп қарамайық. Бір-бірімізге бірдей сыйлаумен қарасақ, общий терминдер шығады деген сөзді орыстар да айтты. Олардың да менталитеті өзгеріп келе жатқан сияқты. Өйткені
ағылшын тілде оларға да кіріп бара жатыр ғой. кіріп бара жатыр. Олар да сол бір дабыл қағып жатыр олар баяғыдай. олар да сақтықты айтып жатыр. Енді мынаның бәрі ертең дүбірлеп сөйлейді, орысша сөйлеп тұрған сияқты, бірақ ешқандай қазақша, то есть ағылшынша сөздерді орысша айтқандай болады. Осы таяуда мен Түркияда үлкен бір конференция болды. Сонда түрк тілдес адамдар болды. Сосын айттым, біздің программада бәрімізде жазылған ағылшынша рабочий язык деп. Давайте осы жерде отқан бәріміз әрқайсың өз тілдеріңде сөйлеңдер. Докладтарын жазыңдар. Сосын бір-бірімізге сұрақ қояйық. Қалай түсініп отырсың сен деп. Сонда біз көбісін бір 60-70% бір-бірімізді түсінеді екенбіз. Ағылшын тіл керек жоқ, орыс тіл керек жоқ. Өз тіліңіз өзбек сөйлесе, оны мен түсініп отырмын. Қырғыз сөйлесе, мен оны 80% түсініп отырмын. Қазақ сөйлесе, олар да. Сонда түріктерді біз, олар бізден алыстау екен, бір 40-30%-ін түсінуге болады. Енді бұл біздің техника саласы болғаннан кейін көп сөздер ұқсас, таяу. Сонда ағылшын тілі, орыс тілі керек жоқ болып қалатын сияқты. Бүгін осындай эксперимент жасайықшы деп айттым. Бір секциясын солай өткізді. Соның төңірегінде жаңа консорциум туған идея. Шақа, сіз өте жақсы және қызық ой айтып отырсыз. Осыны саланы мен де зерттеп жүрген маман ретінде сіз айтып отырған нәрсені біз де байқап жүрміз. Бұның сыры, жаңа сіз түрік басқаларды жақсылау түсіндік дедіңіз ғой. Мәселен, қазақ пен татар, қырғыз үшеуі жиналып IT саласының мамандар сөйлесе бастаса, олардың бірін-бірі түсінуі ешқандай қиын емес. Себебін айтайық. Себебі советтік кезеңдегі ортақ терминдерді біз бірдей алдық. Татар да, қазақ та, қырғыз да. Сондықтан сіздер жаңа тілді білмесеңіздер де, ол тілдерді, терминдерді біліп тұрғаннан кейін мамандармен еркін түсінісіп жатырсыз. Ал сіз жаңа айтып қалдыңыз. Түріктерді кішкене 40% түсіндім, аз түсіндім деп. Себебі түріктер бізден, татардан, және айтып отырған қырғыздан, орысқа қараған жұрттардан бөлек тұрды да, терминологиясын олар өзінің түрік тілдерінде өздері жасады, жаңа Айдын Көксалдар бастаған. Сондықтан олар бізден тіліміз бір, Азербайжандардан да терминологиясы соңғы кезде біріктіріп жатыр, олар жақындатып жатыр. Олар тіліміз, туысқан түрік тілдеріміз бір болып тұрғанмен, ғылым тілі, терминология біздің арамызды алшақтатып бара жатыр. Егер олар бөлектеніп кете берсе, біз қазақ өз бетімізбен кете берсек, онда болашақта сізде тек қана IT саласының мамандары емес, басқа саланың мамандары да бірін-бірі түсіне алмайтын жағдайға жетеді. Міне сондықтан да бізге түрік әлеміндегі терминдерді біріздендіру, унификация жасаудың маңызы осында тұр. Әсіресе осыған сіздер бас болсаңыздар деп ойлаймыз да. Біз енді бас болып осыны жариялап 4-5 жерде конференцияда мен айттым. СНГ-нің конференциясында айттым. Мына кешегі 2-4 сентябрь күні Тихоокеанский регионның нелері келді, министрлері келді, ақпарат министрлері. Оларға да осы мәселені айттым. Әлемде көп дүниені кішкентай мемлекеттер аударып, үлкен мемлекеттер соны ұсынып, ондай процестер жүріп жатыр. Енді ол процестер бізді экономика жағынан, қарым-қатынас жағынан, тілді бөліп алыстатып жібермеу керек. Бірақ сол әлемде әр адам, әр мемлекет өзінің бір орындарын алғысы келеді. Сол тілдер түзу шығып жататын болса, оның мағынасы болса, басқа мемлекеттерге де таратуға болады. Енді түрік әлемі ол қабылданып отыр. Енді мынау Америка әлемдері, олар енді бізді қабылдайды деп айтпайық, ол қабылдап келуде жоқ шығар. Қытайда көп нәрсені переводтамайды, ол басы қатпайды. Бірақ үлкен мемлекет болғаннан кейін оларда қауіп жоқ, тіл жоғалтамыз деген. Басқа тілдерде олардың басқа технология дамығаннан кейін терминдер шығып жатыр. Біздің қазақтағы бір қиналатын нәрсе, біз технологияның басында тұрған не қылдайды енді, көштің басында тұрған жоқпыз. Сондықтан бірінші термин ағылшын тілде шығып кетеді де, соны біз еқанда түрік әлеміне біз келісіп қарап жасасақ, бір-бірімізбен тіл табысымыз жеңіл болады сияқты. Мамандар келіссе соны жасауға болады. Ол жұмыс басталды, бірақ енді күрделі осымен таңертеңнен кешке дейін шұғылданып отыр деген жоқ бұл адамдар. Ол бір тип қашып, аңдасаң да бір
осындай проблемалар туып қалғанда есімізге түсіріп бір-бірімізге қарап отырмыз десіп Ол жатқанымыз. тиіп қашып істеген жұмыстың берекесі онша бола қоймайды ғой. Болмайды. Сондықтан оған кірісу керек қой. Кірісіп, Кірісеміз. Бүгін енді сіз де маған біраз сұрақты қойдыңыз. Мен де Жоқ, ұялатын жерге келгенімді көріп отырмын. Шаха, мен сізді осы саланың ең бір ірі мамандарының бірі ретінде білемін. Өйткені енді сіздің алған біліміңіз Ленинградтан барып байланыс институтын бітірдіңіз. Мәскеуде оқыдыңыз. Қазақстанның маңдай алды институты, энергетика институтында қызмет еттіңіз. Жұмыс істедіңіз. Одан өндіріске барып техника саласында тікелей Қазақ Телекомында жұмыс істедіңіз. Оның кейін оны басқардыңыз. Қазір факультетті басқарып отырсыңыз. Енді Қазақстанның IT саласы қазақша сөйлемей тұрса, оны сізден сұрауымызға тура келеді. Осының басында, үнемі басында жүрген адам. Өйткені енді сіз жақсы білетін, сіз сияқты жаңа профессор, мемлекеттік сыйлығының иегері Алтынбек Шәріпбаев, сіз бірге істеп жатырсыздар. Бір факультетте жүрсіздер. Осындай ірі мамандар жүрген жерде қазақ тілі ғылым техника тілі ретінде дамымаса, ол қашан дамиды деген сұрағымыз бізді мазалайды ғой. Сіздерге қараймыз да. Жауапкершілік бізде, бізден түсініп отырмыз. Енді қазір мынау министрліктің тарапынан біраз гранттарға қаржы бөлініп жатыр ғой. Осы мәселелерді көтерейік, осы мәселелерді қояйық. Ол жерге енді тек қана біз IT саласының маманы емес, олаған филологтар да керек, шамалы философтар да керек шығар. Керек мамандар тартылып болады. Солардың бәрін біріктіріп бір жүйе жасап, ұсынып көрейін мен министрлікке. Бұл бізге ертең ұят болатын шаруа. Үндемей отырғанымыз болмайды. Әрине. Шақас, тағы да сізге енді айтарым, сіз факультетті басқарып отырғаннан диссертациялық кеңестің төрағасы. Төрағасы шығарсыз. Болдым қазір бізде декандар. Жақсы. Ол қызметке кеттік. Мейлі, оны іште отырған сіздің факультеттегі адамдар сол кеңестерді басқарып отыр ғой. Енді осы жерде бізде мынандай сұрақ туындайды. Біз осы ғылым саласындағы қазақ тілді кадрларды дайындау мәселесін зерттеп қарасақ, техника саласындағы ғылыми кадрлардың қазақ тілінде оқыған, қазақ тілінде еңбек жаза алатын, қазақ тілінде дәріс оқи алатын, қазақ тілінде оқулық жаза алатын, монография жаза алатын, симпозиумдарда, конференцияда баяндама жасайтын мамандар әлі тапшы. Тіпті өте тапшы десек болады. Сіздердің салаларда техника. Енді оны совет жаңа факультетті басқарып, диссертациялық кеңесті қарап отырсыздар. Сіздер диссертациялық кеңестен қорғайтын PhD докторлардың ең құрғанда 50%-ын қазақша өздерінің жаңа 4 топты бітіріп жатқан бар, бірақ та орыс тобы бар. 3 топ қазақ тобы бар екен. Сол 3 топты бітірген балалардың ішінен ең үздік оқығандарын шекесінен шертіп тұрып таңдап алып, сіз біреуіне жетекшілік етіп, тағы басқа бір профессор жетекшілік етіп, мықты мамандарды, қазақ тілді мамандар дайындап шығаруға не кедергі? Бұл мәселе енді қазір уже шешілген сияқты. Қазір қазақ тобы бар. Қазақша дәріс беріледі, қазақша кітаптар жақсы болсын, жаман болсын жазылып жатыр. Қазақша білетін бала орысша да біледі, ағылшынша да біледі. Әрине. Ол анау библиотекадан нелерді. Бұл жерде екі бір қиын жағдай бар. Біз мынау диссертация қорғағанда Скопусқа апарып не шығару керек, ағылшын тілде мақала. Ол дұрыс. Орысшаны біз қазір азайттық, ағылшын тілде. Енді сондай Скопус сияқты қазақ тілінде шығатын ғылыми журнал болса, соның несін министрлік оған шыққан мақаланы сапасын қарап, тіл жағынан енді шоңқақтық болып жататын болса, оны кешірімді қаралатын болса, онда ғылыми тіл дамитын журналдың төңірегінде болатын сияқты менің ойым. Өте дұрыс айтады. Шақа, қараңызшы. Сонау 20-шы ғасырдың басында біздің инженерлеріміз бен техника саласының мамандары саусақпен санарлық қана болған кезде Қаныш Сәтбаев алгебра оқулығын жазды, қазақша. Есептануды жазды, Сұлтанбектер, Қожанов. Геометрияны жазды, химияны жазды, Бөкейхановтар астрономияны жазды. Ал енді 3, 4, 5 тіл білетін сіздер сияқты профессорлар бір емес, тұтас қауым, ғылыми қауым болып тұрған кезде біз қазақша сапалы оқулық жазып маман дайындауға ешқандай біздіңше ниет болса кедергі жоқ сияқты. Бұл жерде енді бір кезең ғой бұл. Мынау глобализация деген бір не болып кетті. Интернационализация деген бір кезеңдер болды. Сол кездерде
біз соған еліктеп қазақтың тілін екінші тіл қылып қалдырып алған сияқтымыз. Қай кезеңде? Ол бір осы Қай уақытта енді? Осы бір 10-15 жыл осы Ол сізбен глобализация біз- деген иә. біздің заманымызда бұл болды. Тіл бұл жерге қалай болады дегенде үлкен. Сосын енді оған қоғам да дайын болмады. Жаңағы қазір енді қазақша бәрі кейбір Алматыға қазір барсаң, орыстың қаласы сияқты болып бара жатыр. Шаха, Орысша сөйлейтін осы де көбейіп қоғам бара дайын жатыр. болмады дегенді сіз бір-екі рет айттыңыз, мен осыны онша түсінбеймін. Анау Қалел Досмұхамедұлы ғасырдың басында айтқаны бар. Тілді бүлдіретін оқығандар деп. Тілді бүлдіретін оқығандар дейді. Бізде осы сала тілін, техниканың тілін, химия мен физиканың тілін қалыптастырмай, соны бүлдіріп жатқан, соның дамуына кедергі болмай, бұл тіл әлі ғылым тілі болуға жетілген жоқ қой деп жүргендер Мәскеуде, Ленинградта, Оксфордта білім алып келіп, содан кейін қазақ тілін іске қоспай жүрген өз ұрпағымыз, өз қазақтарымыз емес болса, олар мықты мамандар, бірақ тілді ол жерге енгізгісі келмейді. Ол да бар шығар енді, оның үлесін қажақтан қазақ ретінде ол қандай үлесті көбірек қосқан ертең көре жатады, көрсете жатады тарих. Ғылым жағынан ба, тіл жағынан ба. Бірақ ол сөз жоқ, ғылым жағынан мен ешқандай дем жоқ. Сұраныс бар, сұраныс енді әлемде де тілдің бәрі осы ағылшын тілге қарай кетіп бара жатыр. Бірақ енді біз қазақтың тілін мынау ғылыми тіл сияқты қолданатын болсақ, жаңағы менің айтып тұрғаным бір журнал керек. Әрине керек. Ол журнал неге ашпайсыз? Оның импакт факторы болсын, несі болсын, сосын біз советтерге айтайық. Диссертацияны қорғайтын ғалым. Ағылшын тілде бір мақаласы болсын, қазақ тілінде бір мақаласы болсын. Сонда ол оны переводтайды, термин пайда болады, қазақша жүйе пайда болады. Әрине. Ондай бізде мақсат қойып отқан жоқпыз біз. Оны қояйық. Келсесіз оған. Әбден қою керек оны. Екінші, енді бұл жерде тағы ой кітап жазуға мен де бір жарыс сияқты бір нәрсені дайындау керек шығар. 5-6 топ бірігіп келіп, біз бұл саланың маманымыз, бұны біз толық предмет ретінде, сала ретінде түсінеміз. Енді біз осыған мынандай кітап жазамыз. Оған жаңағындай бірігетін бір группа болу керек, филологтар бола алмайсан, бәрі бір жүйелеп асықпай істейтін кітаптар керек сияқты. Көбісі маған алдыма алып келіп, мынандай кітап шығардым деп ғалымдардың көрсетіп отқаны кейбірде көңіліме толмайды. Ең құрғанына тиіскенім, мынау қазақша шыққан кітаптың мұқабасы деген сөзді мен әкемнен естіген сөз. Мұқаба деген сөз өте кең тараған сөз емес қой. Мынаның мұқабасының өзі дұрыс емес қой дедім. Мынау қазақша шыққан кітап, оның мұқабасы да сыймен құрметпен қарайтындай болсын сол кітабыңыз. Шрифің, типографияң, ол сар қағазға кішкентай ешкім оқымайды-ау дегенде асығып шығарып жүрген дүниелерді көріп, маған қарным ашты. Бұл жерде ойланатын дүниелер көп екен. Жақсы, Шаха, сіз бүгін бізге де көп қозғау салдыңыз. Саланың проблемаларын, техника саласының маман дайындау мәселелерін ашық айтып отырсыз, бізге керек осы. Және мен сіздің ниетіңізге мынаны жасайым, біз мынаны жасауымыз керек деп көп нәрсені мойындарыңызға алып, міндет артып жатқандарыңыз өте дұрыс. Енді бұл жерде қазақ тілінде шығатын журналды кім ашады сіздер ашпағанда? Кәсіби мамандар отыр, соны ашу, қазақ тілінде мамандар дайындайтын диссертациялық кеңестер өздеріңіздің қолдарыңызда. Жаңағы отырған көз жаудырып отырған 3-4 топқа келіп отырған қазақтың балаларын сіздер сапалы білім беріп шықсаңыздар қазақ тілінде, ертең солардың ішінен сіздердің іздеріңді басып қазақ тілін жетік білетін, ертең аудиторияға барып дәріс оқи алатын, сапалы түрде оқулық жазатын, осындай мамандар өсіп шықса, онда сол ұрпақ сіздерге рахмет айтады, және қазақ тілінің осы салаға енуіне, қолданылуына, ғылым тілінің қалыптасуына сіздер зор үлес қосқан болар едіңіздер деп ойлаймыз. Осы істе сізге жетістік тілейміз. Рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгінгі мына біздің студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, жақсы ойларыңызды
айтқаныңызға көп рахмет. Шығармашылығыңызға табыс, деніңізге саулық тілейміз. Рахмет. Мен де бір жағынан сіздерге рахметім. Мен енді қазақша сөйлегенмен, қазақша оқығанмен, ғылыми қазақша мақала жазған адам емеспін. Сондықтан бұл саланың енді тікелей қолға алып отырмын деп айта алмаймын. Бірақ сізбен жаңағы сұхбатта біраз ұялатын жағдайларды бізге ақылдарыңызды айтып жатсыздар. Кеңес дұрыс ол. Бұның төңірегінде жұмыс жасалады деп мен. Мен сіз басында отырғаннан кейін осы мамандар сізге қарап отыр ғой екенін айтып отырмын. Бұны жіберіп қойғанымызды сезіп отырмын. Мен енді қазақша жазбағанмен де бізде ғалымдар бар ғой. Біріктіріп бұны ұйымдастыруға болады екен. Жақсы Шақа, рахмет. Рахмет. Осы қызметте, осы жұмыста сізге жетістік тілейміз. Және мына филологтар тарапынан, тіл мамандары тарапынан, жаңа термин танушы тарапынан қандай да бір көмектер болатын болса, біздің төңірегімізде жүрген әріптестер, біз сіздерге қол ұшын беруге қашанда дайынбыз. Рахмет. Бірге істейтін жұмыс енді. Бұл үлкен кеме. Олған жүзу бақыт беруіміз керек. Ел мерейі, үстем, тіл тұғыры биік болсын.